Ренжу деген мәселе бар бізде. Адамда. Ренжу деген ол да сенің мәселең ғой, тікелей. Банағы алдымыздағы тақырыпта айтқан асыра күтуге де тікелей қатысты ол. Сенің ренжігенің шындығында ешкімге де керек жоқ, ешкімді қызықтырмайды ол. Сенің ренжігенің ол сенің ренжігенің. Неге ренжідің, неге бұлдандың, неге өкпеледің, ол сенің ғана мәселең. Басқаның мәселесі емес. Мысалға саған біреу бірдеңе істеді ма, істемеді ма, немесе керісінше сен күтіп отқаныңды айтты ма бірдеңе деп, бетің айтты ма, сыртынан айтты ма, ол маңызды емес. Айтты бірдеңе, біреуден бірдеңе естідің, тағы бірдеме болды. Соның бәрі сенің ренжуіңе алып келеді. Мысалға сен бұлданып, бұртиып жүресің, немесе қарсы сол бойда бірдеңе істей бастайсың оған қарсы жауап ретінде, өш алу ретінде, немесе жазалау ретінде дегендей. Оның бәрі сенің ғана мәселең, басқаның мәселесі емес ол. Оның ештеңесі кетпейді көп жағдайда сенің ренжігеніңнен. Ренжудің орнына, ренжуге энергияның, өзіңнің энергияңды, қуатыңды құртудың орнына, одан да сен ақыл ой түйгенің жақсы. Ол сөйтіп айтатын болса, немесе ол сөйтіп істейтін болса, немесе істемейтін болса сені күткеніңді, онда ол кім саған ол? Неге өйтіп істеді? Соны ойлану керек. Не себеп істеді? Егер ол сені менсінбейтін адам болса, онда сен ренжіме, жай алда өзің қорытынды шығар. Ендігәрі оны, ол кісіні көп жақындатпа қасыңа. Ендігәрі оған сен көмектеспе, немесе ендігәрі сен оған көп ашылма, ішіңдегіні ашпа, ең басы көп жақындатпа. Сондай қорытынды шығарда болды, жүре бер ары қарай. Сен ренжігенің ешкімге де керегі жоқ. Сен ренжігеннен тек өзіңді ғана құртасың, өзіңнің жемендеп инсультқа, инфарктіге жақындата бересің өзіңді. Оның ештеңесі кетпейді. Сондықтан ренжудің орнына қорытынды шығара білу керек. Мүмкін ол қатемен істеген шығар, білмеген шығар. Ондай болса, барып айтып, түсінісіп, жеткізуге талпынып көруге болады. Егер көзің жетсе, жеткізе алмайтыныңды, түсінгісі келмейтініне көзің жетсе, онда қоя сал, болды, бұрылда кете бер. Сәлемің дұрыс болсын, тек көргенде айтып амандасатын болды, бірақ ары қарай жақындатпа ол адамды. Бұдан әрі. Сол ренжудің орнына осылай қорытынды шығарып, соны қорытынды қолдану керек.